Спонсорлардың ақшасын беріп тастадым. Құрметті ата-аналар. Ыбырай, сен не үшін шақырдың бізді? Саған баламызды білім алуға берсек, малды кім бағады? Малды кім бағады? Малына бағамыз малды кім бағады өзіне? Мал баққан ес, ертең қазақты кім бағады? Мына оғы кіреді паушың болды. Қазақты кім бағады? Қазақты кім бағады? Ертең балаларымыз мектеп берсек, отты кім жағады? Кім жағады отты? Бада мектеп өсе отты кім жағады өзіне? От жаққан ес, қазақтың көзіндегі отты кім жағады? Мына оғы арыс автошкола өтті ол бейже. Қазақ отты кім жағады өзі? Үйдің күлін кім шығарады? Шекам, құл құсатып жұмсайды екенсің балдарымда. Өздері іштегі істемейсің ба? Өздері ішті. Керек емес мектептерің. Қоям, мектеп қажет емес біз. Қажет емес. Неге? Құттыған жоқсыздар, сіздер дұрыс сұртыған жоқсыздар. Осы бөлімде қазақтарға бірдеңе жасайын десең қолдамайды. Ыбырай, ала сен дұрыс түсінбей сақтан артынан кетіп қалды. Ыбырай, таш, мен ба ол. Ыбырай, мен ба ол, дұрыс түсінтіған жоқ. Мектеп деген не ол, жейтін білген ма? Тұсар қылыш маған. Өз жоқ досым. Қайдағы жейтін зат? Мектеп деген бұл білім ордасы. Қазақтың балдарын көзін ашып, көкірегін оятып, білім беріп, ертеңгі күнде ұлттық құндылығымызды дәріптейтін жастарды тәрбиелеуіміз керек. Мен түсініп тұрсың ба досым? Досым, мені түсініп тұрсың ба деймін? Дым түсінтіған жоқым ба ол? Сонда қаш, біздің балдар, ертең болашақ балдарымыз жарқын бола ма, алды уақытта бәрі күшті бола ма? Білімді болады. Шын айтыпсың ба? Шын айтам. Ыбырай, сен мектепке бармайсың ба, кәкелім? Барайыншы ба? Осылайша Ыбырай мектеп ашуға бел буып